Аймара бұл әңгімені айтуға ұзақ жүрексінді. Кейде тіпті өзде күмәнданатын. Мүмкін мен асыра сілтеп жүрген шығармын. Мүмкін мен ғана осылай қабылдайтын шығармын. Бірақ адам бір нәрсені 7 жыл бойы көрсе, ол жай ғана қиял емес екенін түсінеді екен. Қара шаңырақтақта тұру бақыт дейді ғой, деп бастады ол әңгімесін. Бірақ сол бақыттың да адам айтпайтын, ел көрмейтін екінші беті бар екен. Олар күйеуі екеуі үйленгенде жас еді. Арман көп, үміт мол. Алматының шет жағындағы көп қабатты үйдің бір пәтерінде ата-енесімен бірге тұруға келіскен. Ол кезде бұл шешім дұрыс сияқты көрінген. Үй тар емес, даңғарадай сарайда емес. Әр тіркімнің өз бөлмесі бар. Бірақ бір шаңырақ астында тұрған соң қабырға жұқа, ал үнсіздік кейде тым қатты естіледі. Аймара жалғыз келін. Екі қайын сіңлісі баяғыда өз үйлерінде, ал ата-енесі жастары 60-ты да көрмеген. Қалалық өмірге ерте бейімделген, өздерін әлі де жас сезінетін адамдар. Алғашқы жылы бәрі қалыпты сияқты еді дейді ол. Бірақ бір түннен кейін менің көзім ашылды. Сол түні Аймара түн ортасында оянып кеткен. Үй іші тым-тыныш емес еді. Әдеттегі тыныштыққа ұқсамайтын бір түрлі дыбыстар. Біреу ауырып қалды ма деген ой келді. Алып, именіп тұрса да адамгершілік жеңді. Дәлізге шықты. Ата-енесінің бөлмесінің тұсынан тоқтады. Сол сәттегі жүрегімнің дүрсілін әлі ұмытпаймын дейді ол, төмен дауыспен. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Есікті бір рет қақты. 2 рет. Апа? Жауап болмады. Сол кезде күйеуін оятты. Ал күйеуі көзін ашты да бір сәт үнсіз қарап тұрды. Ол ауырған жоқ, деді жай ғана. Сосын теріс айналып жата қалды. Сол сәтте Аймара бәрін түсінді. Түсінді де жерге кіріп кеткісі келді. Сол түні көз ілмедім дейді ол. Ұяттан емес, қорқыныштан. Мен не көріп, не естіп жүргенімді түсінбей қалдым. Сол түн бірінші рет еді, бірақ соңғысы емес. Жылдар өтті. Бір ретке шыдауға болады екен. 2 ретке үйренуге тырысасың. Ал 3-ші, 4-ші, 6-ші, 7-ші жыл. Ұят деген сезім бірте-бірте өледі екен дейді Аймара. Оның орнын бір түрлі ауырлық басады. Кей түндері ол құлағым жастықпен басып жататын. Кейде әдейі келе дидарды қосып қоятын. Ал кейде бәрін естіп жатып, ештеңе естімегендей кейіп танытатын. Күйеуі үндемейтін. Естсе де байқамаған болады, көрсе де көрмегендей. Ол үшін бұл қалыпты сияқты. Ал мен үшін күн сайынғы сынақ дейді ол. Таңертең ас үйде бәрі баяғыдай. Шәй, ман, күнделікті әңгіме. Кек Аймара ғана көзін көтер алмайды. Ал олар ештеңе болмағандай отыра береді дейді ол. Кейде тіпті бір-біріне қарап күліп алады. Кейде дидар алдында отырғанда атасы енесінің иығына қолын салады. Кейде арқасынан құшақтайды. Ұзақ емес, ашық емес, бірақ келін барын ұмытқандай. Сол сәттерде мен өзімді артық адам сияқты сезінем дейді Аймара. Өз үйімде. Бірақ бәрін өзгерткен үлкен ұлының сөзі болды. Сол күні ол баласын балабақшаға апара жатқан. Әдеттегі таң. Кенет бала жай ғана еш ойданбастан, «Анашым, түнде ата-әжемнің үстіне жатып алды. Олар солай ойнайды ғой, иә?» Аймара тоқтап қалды. Сол сәтте мен ана емес, жай ғана қатып қалған адам болдым дейді ол. Не айтарымды білмедім. Баланың сөзі кінәсіз. Ал естіген құлаққа ауыр. Ол ештеңе түсінбейді, бірақ көргенін айтады. Міне, ең қорқыныштысы осы. Сол күннен бастап Аймара шешім қабылдады. Енді балалар олардың қасында жатпайды. Қанша жыласа да, қанша қиғылық салса да. Күйеуін де көндірді. Үлкен бөлменің бір шетін бөліп, балаларға шағын бөлме жасатты. Бұл менің соңғы шекарам еді дейді ол. Одан арыға жол бергім келмеді. Аймара ата-енесін жек көрмейді. Жоқ, олар жаман адамдар емес дейді ол. Бірақ кейде махаббаттың да орны мен уақыты болу керек сияқты. Ол ешқашан беттеріне айтып көрмеген. Айқайлаған емес, ренішінде ашып көрсетпеген. Мен тек үнсіз шаршадым дейді ол. Кейде ол өзіне сұрақ қояды.
Мен тым ескі көзқарастамын ба? Әлде бұл шынымен де шектен шыққандық па? Қара шаңырақ деген тек бірге тұру емес екен деп күрсінеді Аймара. Ол жауапкершілік, әдеп, ұят, бір-бірімді түсіну. Ал бұл үйде үнсіздік қана көт. Аймараны ем қатты қажытқаны ата-енесінің қылығы емес еді. Ең ауыр нәрсе күйеуінің үнсіздігі. Егер ол бір рет болса да, «Я, бұл дұрыс емес» десе, мен бәріне шыдар медім дейді ол. Бірақ күйеуі әр жолы бірдей жауап қайтаратын. Олар да адам, олар да ерлі зайыпты. Сен асыра қабылдап жүрсің. Осы сөздерден кейін Аймара өзін жат адамдай сезінетін. Кейде мен күйеуімнің емес, олардың жағында тұрғандай күй кештім дейді ол. Мен жалғыз қалғандай болдым. Бір түні шыдамай жылап жіберді. Даусын шығармай, балалар оянып кетпесін деп. Күйеуі байқап қалды. Тағы басталды ма деді ол, ауыр күрсініп. Сол сәтте Аймара алғаш рет ішіндегі сөзді айтты. Мен бұл үйде өзімді қауіпсіз сезінбеймін. Күйеуі үнсіз қалды. Сол үнсіздік айқайдан да ауыр еді. Осы әңгімеден кейін енесінің көзқарасы өзгерді. Бұрын жай ғана салқын еді дейді Аймара. Кейін қырын қарай бастады. Ас үйде сөз азайды. Сәлем қысқарды. Кейде әдейі естіртіп күрсінеді. Үлкен балам бірде апам анама ашулы деп айтты дейді Аймара. Балалар бәрін сезеді екен. Бір күні енесі жай ғана, бірақ өте ауыр сөз айтты. Қазіргі келіндер бәріне шек қояды. Бұрын ондай болмайтын. Бұл сөз Аймараға кінә тағумен бірдей болды. Менің ішімде бірдеңе сынып кеткендей болды дейді ол. Өзімді кінәлі сезіндім. Бірақ не үшін? Бір түн бар еді. Аймара оны ешқашан ұмытпайды. Сол түні дыбыстар бұрынғыдан да анық естілді. Қабырға жұқа. Тыныштық тым терең. Балалар ұйықтап жатқан. Күйеуі теріс қарап жатыр. Аймара орнынан тұрды. Дәлізге шықты. Қабырғаға сүйеніп тұрды. Сол сәтте менің бойымда екі сезім болды дейді ол. Бірі ұят. Екіншісі ашу. Ол есікті қағуға оқталды. Қолым көтерді. Бірақ қаға алмады. Себебі мен түсіндім дейді ол, дауысы дірілдеп. Бұл менің емес, күйеуімнің шекарасы еді. Ал ол сол шекараны қорғаған жоқ. Сол түні Аймара таңға дейін отырды. Ұйықтамады. Ойлады. Мен осылай өмір бойы жүре аламын ба? Балаларым не көреді? Мен қандай ана болып бара жатырмын? Таңертең ол бәрін айтты. Айғаймен емес, тыныш қана. Мен кетемін деді ол күйеуіне. Егер бұл өзгермесе, күйеуі алғаш рет шошыды. Қайда кетесің? Кез келген жерге, бірақ бұл үнсіздіктен алысқа. Ол күні үйде ауа ауыр болды. Ешкім сөйлемеді. Ата-енесі бәрін сезді, бірақ ештеңе демеді. Кейде айтылмаған сөз ең ауыр жаза екен дейді Аймара. Аймара қазір әлі сол үйде, әзірге. Бірақ ол бұрынғы келін емес. Мен бір нәрсені түсіндім дейді ол. Қара шаңырақта тұру бәріне төзу деген сөз емес. Ол ата-енесін айыптағысы келмейді. Күйеуінде жек көрмейді. Мен тек шекараның болғанын қалаймын дейді ол. Балалар үшін, өзім үшін. Ол бұл әңгімені айтып отырып, бір сәт үнсіз қалды. Бәлкім мен дұрыс емеспін деді соңында. Бірақ ішімде жиналғанды айтуға мәжбүр болдым. Аймара ол сөзді айтып салған жоқ. Кетемін дегені қорқыту емес еді. Бұл ішкі шешімнің алғашқы дыбысы болатын. Сол күннен бастап ол іштей дайындала бастады. Мен чемодан жинаған жоқпын дейді ол. Бірақ санамда бәрін реттеп қойдым. Қайда барады? Қалай кетеді? Балаларды қалай алып шығады? Ең қиыны күйеуіне қарау еді. Ол маған бұрынғыдай қарамайтын болды дейді Аймара. Көзінде бір үрей пайда болды. Бірақ сол үрейдің артынан әрекет келген жоқ. Бір кеште күйеуі өзі әңгіме бастады. Сен шынымен кеткің келе ме деді ол. Аймара жауап беруге асықпады. Мен кеткім келмейді деді жай ғана. Мен осылай өмір сүргім келмейді. Сол кезде күйеуі алғаш рет ішіндегісін айтты. Мен оларды тоқтата алмаймын. Олар
менің ата-анам. Мен оларды ятқа қалдыра алмаймын. Осы сөздер Аймараның жүрегіне пышақтай киді. Ал мені ятқа қалдыруға бола ма деді. Ол көз жасын тыя алмай. Күйеуі үндемеді. Сол сәтте мен түсіндім дейді Аймара. Ол мені жақсы көреді, бірақ таңдауға келгенде ол мені таңдамайды. Көп ұзамай енесі өзі шақырып алды. Аси, екеуі ғана. Келін деді енесі ауыр дауыспен. Сен бізді айыптайсың ба? Аймара алғаш рет тік қарады. Мен айыптамаймын, мен ұяламын. Енесі қабағын тиді. Біз де жас болдық. Біз де адамыз. Сен бізді жаман көрсетіп жүрсің. Мен үндемей жүрмін деді Аймара. Бірақ үнсіздікте бір күні жарылады. Сол сәтте енесі күтпеген сөз айтты. Егер саған ұнамаса, кетуіме болады. Бұл сөз тыныш айтылды, бірақ оның салмағы ауыр еді. Сол күні мен алғаш рет бұл үйде қонақ екенімді түсіндім дейді Аймара. Сол кеште үлкен ұлы тағы бір сұрақ қойды. Анашым, біз көшіп кетеміз бе? Аймара қатып қалды. Неге болай ойладың? Әжем ашулы. Әкем үндемейді. Ал сен жылайсың. Баланың логикасы қарапайым, ал шындығы тым ауыр. Сол сәтте мен өзімді кешірмедім дейді ол. Балам осылай сезіп жүргенін байқамағаныма. Соңғы түн ерекше болды. Дыбыс болмады. Тым тыныш еді. Бұл тыныштық дауыл алдындағы тыныштық сияқты. Аймара ұйықтай алмады. Күйеуі де. Егер кетсем, сен мені тоқтатасың ба? Деді ол сыбырлап. Күйеуі ұзақ үнсіз жатты. Білмеймін, деді ақыры. Осы білмеймін бәрінен ауыр жауап еді. Таң атты. Аймара айнаға қарады. Өзін танымады. Мен бұл үйге келін болып кірдім дейді ол. Ал ана болып шығуым керек еді. Балалар оянды. Күн әдеттегідей басталды. Кек Аймара ғана бір нәрсені анық білді. Бұл үнсіз өмір енді жалғаса алмайды. Мен бұл әңгімені айтып отырып өзімді ақтағым келмейді. Мен тек үнсіз жүргендердің атынан сөйлегім келді. Бәлкім мен қателескен шығармын. Бәлкім мен тым сезімталмын. Бәлкім бұл өмірдің қалыпты бір көрінісі шығар. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Адам өзін қауіпсіз сезінетін жер болуы керек. Ұяттан емес, қорқыныштан емес, үндемей шыдап отыратын жер емес. Мен ешкімнің махаббатына қарсы емеспін. Жастыққа да, сезімге де, тіпті кеш келген сүйіспеншілікке де. Бірақ шекара деген болады ғой. Келін бар жерде, келін барын ұмытпау. Бала бар жерде, бала көретін дүниені ойлау. Ал үнсіздік ешқашан шешім емес екен. Мен бұл үйден кетсем де, қалсам да бір нәрсе өзгерді. Мен енді өзімді жоққа шығармаймын. Өз ұятымды басып, өз қорқынышымды жұтып, солай болу керек деп өмір сүрмеймін. Ең қиыны баламның көзіндегі сұрақтар болды. Сол сұрақтарға жауап беру үшін мен үнсіз қала алмадым. Ал сен ше? Сен үнсіз қалдың ба? Әлде бір күні өз шекараңды қорғадың ба? Қара шаңырақ бәріне төзу емес. Қара шаңырақ бір-біріңді жоғалтпау болуы керек еді.